Бұл адамның өмірі сізді таң қалдырады. Аты жөні Малькольм Нейдің, австралиялық аты шулы қанішер. Ол 2005 жылы Латиша Нолан есімді туыс қарындасын өлтіріп, мәйітін бөлшектеп тастаған. Жарты жылдан кейін бөлесінің жұбайы Кристи Сколсты өлтіріп, мәйітіне азғындық жасайды. Мұнысы аздай 15 жастағы қызды зорлайды. Нәтижесінде 31 жастағы қанішер жаппай іздеуге салынды. Қандайда бір ақпарат үшін $250 мың сыйақы тағайындалды. Бірақ сақшылар оны 7 жыл бойы таппаған. Малькольм Нейдің 2012 жылдың наурыз айында ұсталып қалды. Қайдан деп ойлайсыз? Western Plains атты зообақтан. Ол 7 жыл бойы жабайы аңдармен бірге өмір сүріп, маймылдар мен пілдерге берілген банандарды жеп, суын ішіп жүрген. Ал түнде мүйіз тұмсықтармен ұйықтайтын болған. 2013 жылы өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Қазіргі таңда ол 52 жаста. Солай, көріп тұрғандарыңыздай, ұзақ үзілістен кейін қайта оралып отырмын. Сондықтан қолдауларыңыз ауадай қажет. Лүпіл басыңыз, пікір жазыңыз және оқырманым болыңыз. Себебі сіздерді көптеген видеолар күтіп тұр. Кездескенше!